Еліміздің университеттері, мектептер мен балабақшаларында оқу ақысын төлеу арқылы кэшбэк алуға болатынын білесіз бе? Толығырақ пайдалы инфода. Оқу ақысын төлеу арқылы кэшбэк алудың 3 тәсілі бар. Бірінші тәсілі Simple карталарын пайдалана отырып, посттерминалдарда Google Pay, Apple Pay және Samsung Pay арқылы төлем жасау. Төлем жасағаннан кейін сізге соманың 3%-ын қайтаруға мүмкіндік бар. Бонустың шектік мөлшері 30 000 теңге. Екінші тәсілі ағымдағы жылдың соңына дейін халық банк тұтынушылары ISG карталарын пайдалану арқылы төлесе, төлемнің 5%-ын қолма-қол алады. Ал егер QR арқылы төленген болса, 10 000 теңгеге дейін бонус ала аласыздар. Үшінші тәсілі сіздің оқу орныңыз халық банктың төлемдер жүйесінде тіркелген болса, оқу ақысының 1%-ын кэшбэк ретінде ала аласыз. Бірақ бұл белгілі бір критерияларға байланысты, барлығына бірдей қолжетімді емес. Біз ұсынған ақпарат сіздің қаражатыңызды үнемдеуге септігін тигізеді деген ойдамыз.